Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз WhatsApp қосымшасы, өзіміз пайдаланып жүрген WhatsApp қосымшасы арқылы оқушылардан тестті қалай алу керек екен, сонымен қатар сауалнаманы қалай алу керек екен, сол жайлы айтатын боламыз. Ол үшін бізге Polly деген платформа көмектесетін, приложение көмектесетін болады. Оны біз Play Market'тен скачать етіп аламыз. Мына Play Market'тен Polly деп жазамыз, поиск бассақ өзі Polly шығады. Осы платформаны приложение скачать етіп аламыз. Менде данный момент установка жасалынып тұр. Оны установка жасап алғаннан кейін біз Polly платформасына, мысалға Polly платформасына өстіп кіретін боламыз. Мен алдында тест құрастырғанмын. Оны Polly платформасына регистрация жасауға да болады. Учетный запись дейді. Ол бізге қазір данный момент осы нені плюсикті басамыз. Вопрос, мысалы, тест құрастыратын боламыз. Ол үшін, мысалға, мен аламын да, мен, мысалы, интернеттен осындай тестті, менде интернетте осындай тест тұр. Соны мен қазір, мысалға, екінші сұрақты бүйтіп көшіріп алайын. Көшіріп алып, мысалы, Polly'ні ашқаннан кейін мына жерде вопросы дегенге вставить етем, вставить етем. Мысалға, мына жерге описание дегенге, мысалы, мен бұл жерге оқушыларға, мысалы, түсінікті болу үшін әр дұрыс жауапқа 1 балл деп жазамыз. Енді маған осыны нақты сосын мына жерге бүтін логикалық, бүтін логикалық деген сияқты осы ответтерін жазамыз. Жазып болғаннан кейін бізге мына жерден ештеңе керек жоқ. Мына жерде, мысалға, срок голосования дегенге, мысалы, мына жерге бүгін 25 ма, 25-ін қойып окей деп басып уақытты қоюға болады. Бізге сағаттың керек жоқ. Мысалы, оқушыларға 5 минут деген сияқты. 35-ке туады ма, 40-қа, мысалы, 35-ке туады. 21, мынау сағат, мынау минут өстіп қоюға болады. Маған данный момент ол керек жоқ. Енді мен бұны оқушыларға қалай отправить етемін? Мысалы, мен өзім жауабын, дұрыс жауап бүтін деген білем. Да, мына жерге мына втычканы басамыз. Басқаннан кейін мына сұрақ уже құрастырылады. Құрастырылғаннан кейін осы сұрақты, мысалы, оқушыларға WhatsApp қосымшасы арқылы отправить етеміз. Ол үшін мына иконканы басып жібереміз. Мысалы, WhatsApp'ты бастым. Міне, мысалы, мынау оқушы деп алайық. Соны оқушыға жібереміз. Міне, оқушыға өстіп жібереміз. Оқушы кірген, осы сұраққа оқушыға барғаннан кейін, мысалы, мен мына екінші WhatsApp'ыма кірейін. Екінші WhatsApp'ыма кірейін. Мен integer операторы қандай типке жатады? Әр дұрыс жауапқа 1 балл деп написание жазылып тұр, көрдіңіз бе? Мысалға, енді біз, мысалы, нақты, бүтін, логикалық, мысалы, дұрыс жауап. Мен, мысалға, бүтін деп басам, мысалға, голосование. Оқушы өстіп дауыс беретін болады сұраққа. Міне, голосование белгіленді. Мен алдында өзім жауап бергем, сол үшін мына жерге атым шығып тұрды. Бұл жауап бермеген болса, оқушылар өзі ана жерге ат жөнін жазатын бір поле шығады. Отправить голос дегенді басады. Міне, отправить етілді. Мысалы, бізге ол мына жерге келіп тұр. Көрдіңіз бе? Жоғары жағында панельде.
мынаганда келип турат. Мен жин ашамыз. Обновить етіп жіберген кезде, мысалы, міне, бүтін бір голос 100% бір адам жауап берді деген. Осындай мысалы аты жөні шығып тұрады. Мына жерде неше адам, мысалы 10 адам болса, 10 адам бүтін деп жауап беретін болса, осы жерде ат жөндері шығып тұрады, процентімен көрсетіп. Лайк, видео ұнаса, достарыңызға таратып, лайк басып, комментарий жазып, тағы да қандай приложениелер түсінбей жатсыздар, сол туралы комментарийға жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде обратно жауап беріп, видео түсіретін боламын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.